Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы тақырыптық карталар және оларды қосымша сипаттайтын элементтер. Сабақтың мақсаты географиялық карталардың мазмұнына, қамтитын аумағына, масштабына қарай бөлінетін және тақырыптық карталардың ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді талдайды. Біз өткен сабақтарда зерттеу нәтижелерін ұсыну формалар тақырыбымен танысқан болатынбыз. Олай болса, өткен сабақты еске түсірейік. Зерттеу нәтижелерін ұсыну формалары неше топқа бөлінеді? Зерттеу нәтижелерін ұсыну формалары екі топқа бөлінеді: мәтіндік, көрнекілік. Ғылыми есеп кезінде қойылатын талаптар. Есептің сыртқы бетінде зерттеудің тақырыбы, зерттеу орындалған мекеме, зерттеуші мен ғылыми жетекшісінің аты-жөндері келтіріледі. Мазмұнда есептің құрылымдық мазмұны мен олардың қай беттерде екендігі көрсетіледі. Кіріспе зерттеудің мақсаттары мен міндеттері, зерттеу әдістері, жаңалығы, маңызы туралы мәліметтерді қамтиды. Негізгі бөлімде теориялық еңбектерге шолу, зерттеудің барысы, орындалған жұмыстардың сипаттамасы, талдаулар мен жалпылаулар беріледі. Қорытындыда зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне сәйкес алынған нәтижелер қысқаша сипатталады. Әдебиеттер тізімінде осы зерттеу жұмысын орындауда қолданылатын кітаптар, мақалалар тізбе түрінде беріледі. Қосымшаларда зерттеуге қатысты фотосуреттер, көлемі үлкен кестелер және тағы басқа келтіріледі. Реферат пен баяндаманың айырмашылығы. Баяндама зерттеу нәтижесін белгілі бір ғылыми іс-шара кезінде ауызша айтып беру. Ал реферат зерттеу нәтижелерін қысқаша түрде баяндау, әдебиеттерге шолу жасау. Ғылыми мақаланың құрылымы. Мақаланың атауы, автор туралы деректер, аннотация, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі беріледі. Зерттеу нәтижелерін ұсынудың көрнекті формаларына не жатады? Бұл топқа модельдер, электрондық және қағаз түріндегі таныстырылым, қабырғалық баяндама жатады. Жер бетінің беткі пішінінің жазықтық бетіне көшірілген нақты көрінісі. Балалар, ойланып көрейік. Бұл не? Карта. Дұрыс таптыңыздар балалар. Яғни сабақтың тақырыбы тақырыптық карталар және оларды қосымша сипаттайтын элементтер. Бүгінгі сабақта сіздер география карталардың түрлері туралы білесіздер. Тақырыптық картаны басты элементтерге жіктей аласыздар. Тақырыптық карталардың ерекшеліктерімен танысасыздар. Тақырыптық карталарды бейнелеудің өзіндік әдістерімен танысасыздар. Географиялық карталар дегеніміз математикалық тәсілмен анықталып, кішірейтілген және жинақталған жер бетінің немесе басқа аспан денелері мен ғаламшарлардың беткі пішінінің жазықтық бетіне көшірілген нақты көрінісі. Ежелгі кездегі адамдар картаны тасқа жер беттерінің сызбаларын шегіп салуды адамдар оқып, білмей тұрып-ақ үйренген. Қорғанда қазба жұмыстары жүргізгенде бүйірінде Кавказ жоталары бейнеленген ыдыстар табылған. Ол ыдыстың жер астында 4000 жыл жатыпты. Ертеде картаны қыштарға, терге сызып, түрлі түсті шөптер мен бұталарды тоқыған. Мысалы, Маршалл аралдарының тұрғындары аралдарды ұлы қапшықтармен белгілеген. Қазіргі карталардың түрін санап тауысу қиын. Географиялық карталар мазмұнына, қамтитын аумағының ауданына және масштабына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Мазмұнына қарай карталар жалпы географиялық немесе физикалық, тақырыптық, арнаулы және кешендік карталар. Қамтитын аумағына қарай дүниежүзілік, материктік, мұхиттық, дүние бөліктері, материк бөліктері, жекелеген елдер, елдер бөліктері, аймақтық және жергілікті жер карталары. Масштабына қарай ірі масштабты, топографиялық карталар, орта масштабты, ұсақ масштабты карталар болып бөлінеді. Тақырыптық карталар екі үлкен топқа: табиғат құбылыстары картасы немесе физикалық географиялық карталар, қоғамдық құбылыстар картасы немесе әлеуметтік экономикалық карталар деп бөлінеді. Тақырыптық карталар бейнелеудің өзіндік әдістері қолданылады. Оларға сапалық түс әдісі, изосызықтар мен
қозғалыс сызықтар әдістері жатады. Сапалық түс әдісі кескінделетін аймақты қандай да бір сапалық белгісіне қаратай жеке бөліктерге бөлгенде қолданылады. Әрбір бөлік белгілі бір түске боялады, немесе штрихтармен таңбаланады. Изосызықтар әдісі жалпы география карталарда да, тақырыптық карталарда да қолданылады. Изосызықтар деп жер бетіндегі қандай да бір құбылысты сипаттай алатын және мөлшерлік мәні бірдей нүктелерді қосатын қисық сызықтарды айтады. Ондай сызықтар қатарына өздеріңе таныс горизонталдар, изобара, изогета, изотерма сызықтары жатады. Қозғалыс сызықтар әдісі арқылы картадағы бағыттың ауысуы, темір жол, тас жол, басқа жолдармен жүктің тасылу бағыты, теңіз және әуе қатынас жолдарының бағыттары беріледі. Түсі мен мөлшері әртүрлі сызықтар мен қозғалыстың сандық және сапалық сипаттамалары да беріледі. Қызыл және көк сызықтар теңіздер мен мұхиттардағы жылы және суық ағыстардың сондай-ақ жыл мезгілдеріндегі желдердің бағыттарын көрсетеді. Ыстық орындық әдісінде жаңа сабақты қорытындылаймыз. Бірінші сұрақ: географиялық карталар дегеніміз не? Екінші сұрақ: ежелгі кезде карталарды адамдар қалай пайдаланған? Үшінші сұрақ: географиялық карталар мазмұнына, қамтитын аумағының ауданына және масштабына қаратай неше түрге бөлінеді? Төртінші сұрақ: тақырыптық карталарда бейнелеудің өзіндік әдістерін ата. Келесі тапсырма балалар: инсерт әдісі. Бұл инсерт әдісінде сендер кесте сызамыз. Бірінші кестеге бүгінгі сабағымызда не үйренгендеріңді, яғни білемін. Екінші кестеде үйрендім, не үйреніп шықтыңдар, осыны толтырамыз. Үшінші кестеде болашақта не білгілерің келеді, білгім келеді кестесін толтырып шығамыз. Келесі кезекте балалар кері байланыс, яғни таңдау әдісі. Бірінші: маған сабақ қызықты, қызықсыз болды деп ойлаймын. Екінші: мен сабақта үйрендім көп нәрсені, үйренгенім аз болды. Үшінші: мен басқаларды мұқият, зейінсіз тыңдадым. Төртінші: мен пікір сайыстарға жиі, сирек қатыстым. Бесінші: мен сабақтағы өз жетістіктеріме ризамын, риза емеспін. Бұл карточканы таратып бергенде оқушылар өздерінің сабаққа қатысу деңгейі мен сабаққа деген ынтасын білдіретін сөйлемдердің бірінің тұсына қосу белгісін қою тапсырылады. Енді балалар үйге тапсырма: картографиялық проекция, изосызықтар, профиль, диаграмма туралы қосымша мәліметтер жинақтау. Дескриптор: географиялық карталар туралы анықтамалар бере алады. Географиялық карталардың түрлерге бөлінуін жіктей алады. Тақырыптық карталарда бейнелеудің әдістерін анықтай алады.